Әлемнің ең қараңғы бұрыштарына жылу мен жарық әкелуге болатынын елестетіп көріңіз. Жыл сайын егін аласың деп елестетіп көрші. Аштықта аяқталды. Түнде аспанда гауһар сияқты жарқырап тұрған екінші айды елестетіп көріңіз. Мұндай әңгіме жақында Қытайда өтті. Олар ғарышқа жасанды ай жібергісі келеді. Бұл жоба Чэнду қаласын түнде жарықтандыру және энергиядан үнемдеу үшін жасап шығарылды. Өкінішке орай сіз батыс ақпарат құралдарынан көп мәлімет таба алмайсыз. Өйткені Қытай әрдайымғыдай сәл ақылды жұмыс істеген және жоба туралы түсіндірме берген емес. Бұл жаңалықтарды тек қана Қытайдың ең ірі хабар сайттарынан таба аласыз. Қытай тілінен аударылған мәліметтерге қарасақ, жасанды ай туралы мәліметтеріміз осылайша. Жобаны ғылыми зерттеу институты жасап шығарған. Олар жасанды ай деп атайды. Бұл жобаның тек қана ең керемет естілуі үшін, бірақ шындығында үлкен айна тәрізді спутник төмен орбитаға орналастырылып, сол жерде айналып жүреді. 2020 жылы бірінші спутник жіберіледі. Егер сәтті болса, бұл спутниктің саны 3-ке көбейеді, яғни тағы екеуін шығарады. 500 километр үстімізге, яғни халықаралық ғарыш станциясынан 100 километр жоғарысында айналып жүреді. Түнде ай сияқты жарқырайды деп ойласақ та, шындығында түнде емес, күн шыққанға дейін және күн батқаннан кейін белгілі бір уақыт жұмыс істейді. 3600 шаршы шақырым аумақ жарықтандырылады. Бұл бөлімде есептік жазба қатесі болуы мүмкін. Жіберілетін спутниктің үлкендігін білмегеніміз үшін басқа да бір нәрсе айта алмаймыз. Максималды жарықтылыққа жеткенде, ол айға қарағанда 8 есе жарық болады. Жылына $200 миллион үнемделеді деп есептелді. Ендеше жасанды ай жобасы бұл адамдардың ақлына қайдан келді? Өздерінің айтқанына қарасақ, олар бір француз жазушысынан шабыттанып жасаған. Бәріміз сондай деп үміттенеміз. Олардың ең танымал британдық фильмнен шабыттанып жасамады деп үміттенеміз. Өйткені видеоның басында айтқан сөзім негізінде Джеймс Бонд фильмінен алынған еді. Imagine being able to bring light and warmth to the darkest parts of the world. Imagine being able to grow crops the year round, bringing an end to hunger. Imagine a second sun, shining like a diamond in the sky. Сіз көрген кадрлар Мир ғарыш станциясынан фильмнен 9 жыл бұрын, 1993 жылы 4 ақпанда түсірілген. Сіз Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш базасынан ұшқан ені 20 метрлік ғарыш айнасына қарап отырсыз. Басқаша айтқанда, Знамя 2 жобасы. Бұл алып айна орбитаға орналасқаннан кейін диаметрі 5 километр болатын жарқын аймақ пайда болды. Яғни километр жерді жарықтандырды. Бұл аймақ Францияның оңтүстігінен Ресейдің батысына секундына 8 километр жылдамдықпен жүрді. Толық айдың күшімен жарқыраған бұл нұрды жердегі бақылаушылар олардың үстінен тез өтіп жатқан үлкен фонар ретінде қабылдады. Британдық режиссерлардан, қытайлық кәсіпкерлерден бұрын ресейлік инженерлердің ойына түнде жарқырап тұратын жасанды ай идеясы келді. 1999 жылы 5 ақпанда орыстар диаметрі 25 метр болатын Знамя 2,5 проектінде жібергісі келді. Олардың мақсаты енді 7 километр қашықтықтағы жерді жарықтандыру болды. Айна спутнигі қайтадан Мир ғарыш станциясына жіберілді. Сол кезде орбитаға жіберілген спутниктің айналары шығатын кезде бір айнасы антеннаға кіріп қалды. Содан кейін ғарыш жолы басқару командасы спутникті алып қалуға тырысты, бірақ контрольден шығып, атмосфераға кіріп жанып кетті. Осы сәтсіздіктен кейін жерде дайындалған 70 метрлік Знамя 3 спутнигін ұшырудан бас тартылды. Жоба отмена болды. Егер Знамя 3 жобасы сәтті болса, олар күн сәулесін жердің кез келген нүктесіне 50 километр қашықтықта түсіре алатын еді. Бұл нәрсені бір жерде көргенсіз. Resident Evil ойынында.
Егер сіз көрген дизайн тек ойын директорларының қиялынан туындайды деп ойласаңыз, сіз өте қателесесіз. Бұл суреттер 1945 жылы 23 шілдеде Life журналында жарияланған. Бұл 1923 жылы неміс инженері Герман Оберт жасаған ғарыш айна тұжырымдамасы. Префабрикалық құрылым ретінде жасалған. Оған қамқор болатын кішкентай команда айнада өмір сүреді деп есептелді. Дулыға кию міндетті болып табылады, өйткені жердің тарту күші болмағандықтан бастарын төбеге ұрып алса, жарақат алмау үшін. Видеоның ең маңызды жеріне келдік. Сізге ең маңызды бөлшектерді айтайын. Бұл винт айнасы, яғни ол күн сәулесін бір нүктеге бағыттауға арналған. Кішкентай айналарды ыдыс антеннасына қойғаныңызды елестетіп көріңіз. Содан кейін кез келген затты осы айналардың фокустық нүктесіне қойып көріңіз. Неміс инженерлері бұл айнадан 1500 есе үлкен көлемді спутникті әлемнен 358 километр қашықтықта орбитаға шығаруды жоспарлады. Содан кейін оны жер бетінде өздері жоқ қылып жібергісі келген бір қалаға қаратады. Бұл өте қорқынышты болып көрінеді. Бірақ өкінішке орай, адамзат тарихында ең үлкен технологиялық даму осындай әскери стратегиялармен туындады. Күн сәулесін көлік құралына айналдыру үшін жобалар мыңдаған жылдар бойы жалғасқан. Афанасий Кирчер мен Гаспер Шот 17 ғасыр, 13 ғасырда Роджер Бекон, 11 ғасырда Ибн Хейсем, 10 ғасырда Ибн Сағыл, 6 ғасырда Стамбулда Айя Софияның жобасын құрған Антемиос. Ең соңында Архимедтің де осыған байланысты жобалар бар екенін білеміз. Біздің эрамызға дейін 212 жылы Сиракуза қоршауында Архимед жасаған айна жау кемелерін өртеп жіберді деген қауесет бар. Енді арадан 2200 жыл өткеннен кейін осындай үлкен айна жасап, оны ғарышқа жіберу туралы айтып отырмыз. Яғни Қытайлар айтып отыр. Қытай неге ғарышқа жасанды ай жібереді сұрағына жауап таппай тұрып, жобаның иелері не айтқанына қарауымыз керек. Басында айтқанымдай, қытайлық кәсіпкерлер Вучун Феннің мәлімдемесіне сәйкес ай сәулесін қолдау, көше шамдарын өшіру және сол арқылы энергияны үнемдеу. Дәл видеоның басында қолданған Джеймс Бонд фильміндегі кәсіпкердің жобалары таныстырған кезінде айтқан сөзі сияқты. Видеода айтқандай, бізде бұл айна туралы, спутниктің дизайны туралы толық ақпарат жоқ. Сондықтан оның технологиясы туралы көп нәрсе айта алмаймыз. Бірақ бұл бұрандалы айна емес деп үміттенеміз. Бұл спутник энергияны үнемдеу үшін қолданылады деген үміттеміз. 2200 жыл ішінде ғылым мен техниканың дамуы біздің адамгершілігімізге де әсері болды деп ойлаймын. Әйтпесе, болашақта біз фильмдерден үзінділер мен іс жүзінде жасайтын нәрселерді араластыруды жалғастырамыз. Біз әлемді қалай өзгерту керектігін білмейміз. Мүмкін ғарыштағы жасанды серіктеріміз олардың болмысын жойып жіберуі мүмкін. Бұл видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан. Достар, өзіміздің тілімізбен де түсіндіргім келді осы видеоны. В общем, бұлай ғой, жаңа бір антеннаға кішке айналарды қояды дедім ғой. Соның 1500 рет үлкен, сол айнадан 1500 рет үлкен болған үлкен айнаны Германия 1945 жылы шығармақшы болған. Дәл сол нәрсені қазір Қытай жасау мүмкін деген пікір бар. Толық жоба туралы толық мәлімет жоқ, бірақ сондай бір пікірлер бар. Яғни оны энергияны үнемдеу үшін емес, басқа да әскери стратегия бойынша да қолдану мүмкін. Видеоның мәліметтері сондай. Кейбір түсінбеген достарымыз болса айта кетейін деген едім осы нәрсені өзіміздің тілмен. Достар, видео ұнаған болуы мүмкін сіздерге де, маған өзіме қатты ұнады видео. Достарыңызбен бөлісіңіздер, барлық жерге таратыңыздар, лайк басыңыздар, подписка. Лайк. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.